Ортаға оралайық, Елдар бар, Аида бар. Жалпы енді сыйлықты шет жағасын айтып қалған сияқтысыз. Айта кетерліктей, бұл сыйлық Елдарға. Елдардың ертең. Енді одан бөлек, мен мынандай нәрсе айтқым келіп тұр. Негізі кеше эфир біткеннен кейін мен көріп қалған болатынмын. Аида екеуің бірге қайтып бара жаттыңдар. Негізі сен Аиданы кеше де үйіне шығарып салдың ба? Аида тоже саған бір сыйлығын бірдеңесін берген жоқ па кеше? Жоқ, негізі өйтіп сыйлық бергенде жоқ қой оны Аида. Просто біз бір жерде жерлеспіз да Аида екеуміз. Жалпы осыны айта кетсем, негізі осы Аида жайлы бір екі сұрағым бар еді. Мен вторник күні үміткер болып алғаш рет келген кезде, Елдарды сіз жарияладыңыз ғой. Елдар алдыға шыққан кезде Аиданың көзқарасы өте ерекше болды. Оны мен кейіннен байқадым. Қызғаныш па, әлде бір 4 жыл бұрын махаббатқа ұласпай қалған ара қатынасты күткен қыздың көзқарасы ма, соны кішкене ұқпай қалдым. Аида ханым, сен сұрайын деп едім. Сол кездегі қараған көзқарасыңыз қаншалықты сізге қазіргі таңда мүлде қатысы жоқ ер азаматқа қаншалықты сізге дұрыс? Былай ғой, негізі қош келдіңіз. Алдымен қош көрдік. жоқ, енді екіншіден былай қатысушы болып келгеніне бір таңғалғаным бар. Шынымен де енді күткен жоқпын. Именно енді үміткер болып келіп жүрді. Одан кейін қатысушы болып кетеді деп ойлаған жоқпын. Бір ондай взгляд емес, біз кез келген қатысушы болып жаңадан келген адамға сондай бір жылы лебізбен қарсы алатын адамдардың бірімізді жоқ деп ойлаймын. Ол 4 жыл бұрынғы нәрсе, ол өтіп кеткен нәрсе, оны мен қазбаламаймын да болашақта да, қазір де қазбаланып келіп тұрған жоқ. Біз Елдар екеуміз жерлес болғаннан кейін кеше Елдардың бірге қайтайық деген ұсынысы болды. Мен де бір жерде тұрамын, ол да сол жақта тұрады. Бір біз егер түсінемін, біз видео түсіріп, фото түсіріп, сондай бір жағдайлар болып жатқан кезде сіз маған келіп назыңызды айтсаңыз, мен сізге шынымен де ол жағынан айтар едім. Бірақ та онда ештеңе болған жоқ. Сол себепте біз қазір қатысушы ретінде, енді бұрынғы таныс ретінде қазір осы жерде отырғаннан кейін, бір жерде отырғаннан кейін бір араласып сыйластықпен қалайық деген шешім болды. Мен үміткер болып, оның қатысушы болып келген кездегі реакцияны емес, үміткер келді, үміткер Елдарды таңдады деген кезде, Елдардың шыққан кездегі көзқарасыңызды айтып отырмын. Бұл кісі жаңа қатысушы, және біліп білмесі бар. Оны Заринадан да сұрап жатыр, например, білмейтін кездерін сізден де сұрапты. Және де бұл ешқандай қызғаныш емес. Менің ойымша, сіз қызғанатындай да қыз емессіз. Қойғанның ондай тұрған ештеңесі жоқ. Ондайға ешқандай бір қарсылық білдіріп жатқан жоқпын. Жоқ, енді былай ғой, енді бір таныста болған жігіт үшін, кәдімгідей бір күндік жігіт үшін енді олай бір реакция беруге, ондай бір өзіңізге сенімді болсаңыз, ондай маған кеп әңгіме айтпайтын шығарсыз деп ойлаймын. Себебі енді мен білмеймін, мына жерде маска киіп, көзіме очки киіп отырам ба, реакциямды көрсетпеу үшін мен түсінбеймін да. Бұл жерде отқаннан кейін кез келген адамға біз реакция көрсетеміз. Қазір де көріп жатсыз, ортаға шыққан айғайлап билеп тұрмын, оны неге айтпай отырсың, неге билеп тұрсың деп. Потому что бәрімізде сондай нәрсе болады. Бұл ортаға шыққан қатысушыға деген құрмет болды, сол ғана. Сіз негізі білесіз ғой, қандай реакция білдіргеніңізді. Менің ойымша, және тек қана менің ойым емес, жарты Қазақстанның ойынша сіз бір қызғаныш көзге жоқ, менің реакциямды сіздің қандай шаруаңыз бар, мен түсінбей тұрмын соны. Енді мен келіп тұрғаннан кішкене үміткерге де сыйластық керек болған. Жоқ, сіздің мынандай бар ғой. Маған келіп ойыңыз басқа, менің ойым басқа. Хорошо, жарайды. Хорошо. Просто сіз келе салып маған үйтіп атылатындай, біріншіден сіздің жігітіңіз емес. Андай типа маған келіп алып, мынандай типа халықтың алдында жегізіп отқан адам құсаптың түрін жасап отырсыз ғой енді. Бірақ ондай нәрсе керек емес, шыны керек. Мен түсінемін, Елдар сіздің жігітіңіз болып, мен үштікке кіріп атсам, маған келіп әңгіме айтыңыз, ол кеше біз басқаша сөйлейміз. Тудырады ғой, бәрі үміткер үшін күмән тудырады. Өйткені қарашы енді, сен кеше екеуің бір жерде тұрасыңдар ма екеуің? Сен шығарып салдың ба үйіңе? Яғни бірге қайттыңдар. Біздің просто Талғарға бардық, мен түсіп қалдым таксиден. Ары қарата Елдар. Яғни бірге қайттыңдар, иә, бірге қайттық. Кезінде Расулмен де бірге қайтқансыңдар солай. Оның бәрі күмән тудырады да просто. Яғни соның соңы баласаған кеше көрдік қой немен аяқталғаны. Расул сезімін білдіріп деген сияқты. Сондықтан үміткер ханым бұның барлығы да кішкене сіздің қорқынышыңыз орынды деп ойлаймын. Мен былай айтайын, жауап беремін. Елдар өз сезіміне өзі жауап берсін. Жігіттердің олай шығарып салғанға бола сезімін ашылатқанда менің күнәм жоқ. Түгі орынды сияқты. Себебі осы уақытқа дейін Елдар үміткер қатысушы болып келмей тұрғанның алдында Аида постоянно үйге бір асықпай қайтатын. Қыздармен жүріңдер, тамақтанайық деп сөйтіп жүретін. Бірақ осы кеше байқап қалдым, бір озабочен түрмен Елдарды көрдіңдер ма деп сөйтіп соған қарағанда бір үйге баруға асық болып жүр да Елдармен.
қандай ситуация болса да үміткер келіп қатысушыға сіз неге бұлай істедіңіз деп үміткер де отырған қатысушы еркектер де қыздар да бірден қыз баласының жағасынан алуға дайын тұрады да. Мен түсінбеймін, егер өзі бір ынтасын білдірмесе, өзі бір екеуміз бір жаққа қайтамыз ғой деп айтпаса, бұл да жынды емес қой, мен ала кетші, мен сенің үй жағыңда тұратын едім деп айтпайды ол. Просто мен ойлаймын, Ильдар алдыңғы жолы мойындамаған еді ғой, бір кішкене Ильдарда андай самовлюбленный типаж еркектер болады ғой. Шынымен біздерде андай ғой, бір түйіп кетсе қиып кетті дейді, қолынан ұстап қалса бірдеңе шығарып жібереді деген сияқты ғой. Либо ұстадың, жүрдің, бірге тұрдың, бірге қайттың. Не бар? Онда тұрған не бар? Мына жақта барлығымыз бірге қайтамыз ғой, былай айтқанда, 2-3 адам болып кетеміз, жарайды, ол сен өзің кетесің. Және айта кетейінші, негізі бәріміз білеміз ғой, Айданың қандай сөйлеп алайықшы енді. Айданың қандай қыз екенін білеміз ғой, ол жалпы өз-өзіне допускать етпейді, по идее. Ол жігіттерде деген сыйластығы бір ерекшелеу қыз да. Қатысушы мысалға Елдарға бір бағыт-бағдар беру мақсатында кішкене өзінің, енді ол қанша дегенмен бәлен уақыт отырдық қой жақта, сол себепті бір өзінің бағытын беру мақсатында сөйлесіп араласқан жай деп ойлаймын мен. Самовлюбленность бар сияқты да, и оған ұнайтын сияқты андай қылып, қыз балаларының якобы оны ұнатып жүргені сондай позиция ұнайтын сияқты. И сондықтан бір солай көрсеткісі келіп тұрма, сондай бірдеңесі бар. Бірақ білмеймін, Айданың тарапынан мен онда ешқандай алып ұшып тұрған ештеңе көрген жоқпын жалпы. Негізінде сыйластық ретінде қабылдайтын еді. Когда осы жерге кім Елдар ең бірінші үміткер болып келген кезінде Айда, я біз негізі қыз жігіт ретінде жүрмегенбіз деп айтса, ондай болмаған деген болса, болатын еді негізінде олай қабылдау. Енді бұл Елдардың өзі жоқ, ондай ештеңе болмаған деп Айда мияқта отырып, болған еді ғой, сен неге өйтіп айтып отырсың деп, енді ертесінде істеп жүргені осындай тірлік қой. Енді бұдан кейін либо Айда саған внимание жетіспейді, либо анау жігіттерді бүйтіп жайлап қармағына іліп, сосын мына жерде маған сезімін білдірсін деп отырғың келе ма, бір сондай бірдеңе. Айгүл, сенің айтатын жөнің емес, әркімнің өлеңіне бір тикток түсіріп жүрген мен емес. Екіншіден мен былай айтайыншы саған, Елдар мына жаққа келген кезде біз қыз жігіт болып жүрдік деген жоқпыз. Біз просто сөйлестік деп айттым. Одан кейін мынандай нәрсе ғой, қалай айтсам екен, бір егер де мен ол нәрсені айтпай қалған жағдайда, болса ханым сол жерде на месте келген жерінде айтпай қалғанда, ол нәрсе мүлдем басқаша болып ушығып, мына жерде Елдар одан кейін қатысушы болып біз қайтадан араласып бастағанда, значит бұл екеуінің арасында бірдеңе бар деп, сол нәрсе ашылып кетпейтін жағдай болсын деп, мен бірден келген шетінде нақ-нақ етіп айта салдым өзіне.